саламатсыздар, қалдарыңыз қалай, не жаңалықтарыңыз бар, не істеп жатсыздар? Мереке екен ғой, Конституция күні құтты болсын. Бұл мерекенің мәні керемет болғанмен сәні керемет болмай тұр ғой. Ой, әшейінде анау студент бар, мұғалім бар, басқа бар, бәрін көшеге шығарып, концерт өткізіп жіберейін десе, түгел бәрі қазір қарбалас қыркүйекке дайындалып жатыр. Бір кереметі бұл мерекенің жұмыс істеп жүрген қатындар жақсы болып, бала шағасының көдей қыркүйекке киімін түгендеп, базарға барсаң ағып жүре алмайсың әуелі. Өлә! Пробкадан бөлек адамдар бір-бірімен бейтіп жатыр. Мен қоя берші оны, жаңағы балаларына киім алғандар. Бір баланы киіндіруге мен есептеп көрдім. Костюм 20 мың, 25 мың төңірегінде екен. Аяқ киімнің екеуін алсаң 30 мыңға барады екен. Енді ол среднийін айтып отырмын. Одан қымбатын алса әркім өзі біледі ғой. Консталары менен жаңағы несін алсаң, сөмкесін алсаң, ол да 25 мыңға барады екен. Одан түрси нәскиі бар, қосқанда бір балаға 100 мың теңге кетеді екен ғой. 4 балаң болса 400 мың теңге. Бізде айлық орта есеппен 150-200 мың айлығын алатын адам ол қуанып жұмыс істеп жүр. Күйеуіменен әйелін қосып, айлығын қосқан кезде 400 мың теңге бір ай тамақ ішпе деген сөз. Содан барып жаңағы не туындайды? Содан барып ұрлық қарлық туындайды. Содан барып жаңағы коррупция туындайды. Ал енді оның аяғында шешу жолы не арзаншылық керек, не айлықты көтеру керек қой. Енді тиынға қосамыз, арасында продукт аламыз деп безілдеп жүрген әйел байқұс. Мұнда еркектің өмір рахат па деймін, таптан табысын әкеп берді, шырт түкіріп деп диванда жатады. Өзіңнен өзің сасқалақтайсың, кетпеші бері қарай. Мынау мынанша екен, мынау мынанша екен десең, ой, жеткізіп келсең мән бермейді. Рахмет, молодец, сен жеткізіп кепсің деп айтпайды. Вот жеткізбей қалсаң, вот катастрофа болады. Үйде біраз, қайыққа жібердің, неге жетпейді? Қайыққа жібересің? Анау да қымбат, мынау да қымбат, барып көш. Енді мен базарда жүрейін енді, сен не үшін жүрсің бұл үйде? Деп шығады. Жоқ, өздер базарға жоламайды. Барса нервтер қосып кетеді. Барған кезде бол, ала сал. Жетеді осы, бола сал, болды, шық. Шық дейді ғой. Не алып, не қойған білді, салдыр еді. Ар жүресің, десе бер жүріп қайт келесің, салдырлап. Айдың құдіретінде шек жоқ қой, рас. Қатынға беріп қойған айтымды барлығын. Туды да, жұмысты да, тамақты да, көдей. Мына еркектер бар ғой. Әшейін бір жері ауырса, бел ауырса бетет. Жүріп баратым че-то бір жерін. Қылт етті қалып. Бұрылған кезінде бұрт етті қалып. Әңгіме сол кәдімгідей. Бұртылдап, қылтылдап отыр, тұрған сайын, жүрген сайын. Деп қойсың. Бір дәрі алып ішу керек деп қойсың. Соны ұмытпайды. Сен жаңа қыртықты қалғанға дәрі келдің ба дейді. Әшейін ішің әшейіндегі бар ғой, қанжылап тұрға қақсап тұр ішіңші. Соның бәріне дәрі алып жібересің ба деп айқайлап бергім келеді ғой. Үндемей ертең әкелейін, ұмытпайды. Ал енді дос жарандар шақырып жатыр, мына жерде бір той болып жатыр, бір отырысты өңшек қатындар жасап жатыр десе, ой, шырт бір ауру да жоқ, сырқау да жоқ, киініп алып деп шығады ғой. Ол кезде ауырмайды оларшы. Мен шақырып тұр дейді ғой сыртта. Кім шақырып тұр? Өле қайға барасың? Не қыласың дейді. Өле білмейміз біз адам баласымыз, қайға баратқаныңды, жөніңді айтпайсың ба, қашан келесің, қайға барасың деп. Отырсай отқан жеріңде тып-тыныш жақсы қатын болып отыршы дейді. Өзің балаларды күзетем жүргенде күйеуіңді қоса күзетесің. Өзің проблемаң азда ол қашан келеді, қайқа барды, кіммен сөйлесті, осының бар кәдімгідей жұмысшы. Бір адамға белгісіз кәдімгі жұмыс, миың ашыды, оның сұрағыңа жауап бермейді. Кім звондады? Не қыласың дейді. Оны зерттейсің деп отырып алып, кім звондады, бұған қайқа қарай шығып кетті. Өшім әйелде мәселе көрейін. Бұлар да бар ғой, шашымыздың ағаруына үлес қоспай, жөнін айтып жүрсе болады ғой. Мынаншада келем, пәленшемен отырам десе, отырамыз ғой тыныш.